Сәлем қыздар, ешқандай спецпредметті керек етпейтін, тез әрі дәмді жасалатын, балаларыңызды қуантатын торттың рецептімен бөліскелі отырмын. Өте лүпілдеген, ауызда еритін осындай торттың рецептімен кеттік, бөлісемін. Ол үшін бізге керегі 5 жұмыртқаны ақ бөлек, сары уызын бөлек бөліп аламыз. Тура осы видеодағыдай жасасаңыздар болады. Жеке-жеке ыдысқа бөліп аламыз. Одан кейін әдемілеп миксермен кішкене тұз салып жібересіздерде, шым-шым ғана. Одан кейін миксермен араластырып шығасыздар. Миксермен бұл масса, жаңағы болған массадан 2 есе үлкен лүпілдек массаға айналғанға дейін миксермен араластыра береміз. Сағат тілімен кем дегенде 5-7 минуттай араластыра береміз. Бұл әбден кәдімгі пена сияқты болып көтерілгенге дейін ақуызды қатты кәдімгідей етіп осылай пенка болғанға дейін көтерілгенге дейін ұру себебіміз айта кетейін, ол бізге корждарымыздың көтеріліп пісуіне әсер етеді. Сондықтан аямай жақсылап тұрып араластырыңыздар. Төңкерген кезде ыдысыңызды ол төгілмейтіндей болып тұру керек. Мендегі шыны ыдыс болғаннан кейін ол сырғып түсіп кетеді, былай ағып төгіліп кетпейді. Қазір мен көрсететін боламын. Тура солай жасап көресіздер. Менің рецепттерім ұнаса, менің каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз. Болашақта өте жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Мені жоғалтып алмау үшін осы тортты жасап көрген жағдайда комментарий қалдырып, маған подписка жасап алыңыздар. Вибрация етіп жатыр. Бұл осылай неге араластырғанымды көпке дейін салдым, сіздерге көрсету мақсатында. Ешқайын қимадым, біраз ғана қидым. Одан кейін осы жерін сіздерге әтеге көрсету мақсатында өткізіп жібермедім, монтаждамадым. Жай ғана тезірек жылдамдыққа қойдым, болды. Жасалу жолын от и до сіздерге көрсету үшін. Одан кейін осылай сары уызымыз аламыз. Жаңағы ақ уызды көрдіңіздер, 2 есе өзінің көлемінен 2 есеге үлкейді. Сондықтан ол екеуін қазір бір ыдысқа араластыра алмаймыз. Басқа пластик ыдысқа үлкендеу соған араластыруға шештім. Араластырып болған сары уызымызға жаңағы ақ уызымызды салып, тағы да 1-2 қайтара араластырып жібереміз. Енді 150 грамм ұнымызды, оның ішінде 30 грамм крахмал және өзіңіздің ыңғайыңызға байланысты қопсытқыш қоссаңыз болады. Жаңа массамызды аламыз. Бұның үстіне біз қазір 150 грамм қант саламыз. Қант езілгенге дейін әбден миксермен араластырып шығамыз. Ұнды бірнеше бөлікке бөліп, жеке қасықпен салып отырамыз. Себебі комок болып қалмау керек. Осындай қоймалжың масса пайда болуы керек. Соғанға дейін араластырасыздар. Ендігі кезек форма дайындау. Формасын дайындау үшін менде 28 диаметрлік қана форма бар. Соны мен 27-ге қысқартып және жұқартып карандашпен белгілеп алдым, сол жерге дейін жұқағып жағып шығамын. Мен корждарды осылай пісіремін. Егер де сізде глубокий 24
диаметрлік немесе 26 диаметр глубокий ыдыс болса, осы массаны бірақ құя салсаңыз да болады. Пысып болғаннан кейін жеке-жеке бөліктерге бөліп, корж қылып, одан кейін ортасына кремдер жағысаңыздар да болады. Бұл көтеріліп піседі, өте жақсы көтеріледі. Ал мен корждарымды осылай 2 листқа кезек-кезек тезірек пісіріп алу үшін карандашпен белгілеп алып, сол жерге дейін жұқа қылып жағып, жұқа-жұқа корждар пісіремін. Бұл корждар жұқа піскенмен де өте жұп-жұмсақ, лүпілдек, бөлініп қалмайтын әдемі корждар болып піседі. Қазір көресіздер. Бұл жерде енді піскен корждарды жаңағы перманентный бумагадан аламыз. Алу тәсілі өте оңай. Шет-шеті жаңа кішкене күйіңкірегеннен кейін ол шет-шеті кішкене жабысып тұрады, бірақ көмектесіп жіберсеңіздер, қолмен ортаңғы жағы сөзсіз ешқандай жабыспай алынады. Енді креміне кірісеміз. Бізге ол үшін 400 грамм қаймақ, 20%-тік немесе одан көп бола берсін. Көп проценттік бола бергенде жақсы майлылығы. Одан кейін сахарная пудра. Сахарная пудра мен қаймақ екеуін араластырамыз. Одан кейін мен одан бөлек ванильный сахар қостым, ерекше дәм беріп тұру үшін. Егер сізде ванильный сахар жоқ болса, қосу міндетті емес. Осылай корждарымыздың үстіне кремімізді алынған массаны, яғни равномерно біркелкі етіп, шет-шетіне барлық жеріне тигізіп, жағып шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай, корж өте жұмсақ, бөлінбейтін, нәзік, лүпілдек болып шығады корждардың барлығы. Әдемі қылып кремімізді жақ болғаннан кейін үйіңізде не бар, сонымен әсемдеп, өзіңіздің фантазияңызға байланысты әсемдеп шығасыз. Фрукты болмаса, жай ғана шет-шетіне кокосовая стружка сепуге болады, немесе өзіңіздің фантазияңызға байланысты шоколадты ерітіп қойсаңыз да болады. Осылай фруктымен де әсемдесеңіз болады. Ас болсын, жасап көріңіз, міндетті түрде. Маған подписка жасауды ұмытып кетпеңіздер.